Экран, screen, режим қою, задать, режим, set mode, шығу, выход, quit. Ойын әзірлеу кезінде бірінші қадам терезені құру, яғни ойын алаңы болып табылады. Pygame кітапханасында дисплей терезесі мен экранды басқаруға арналған дайын Pygame дисплей модулі бар. Pygame дисплей модулінің қызметі: Pygame дисплей init, дисплей модулін баптау, Pygame дисплей quit, дисплей модулін жабу, Pygame дисплей flip, дисплей бетін толығымен жаңарту, Pygame дисплей set mode, бейнені көрсету үшін терезені немесе экранды инициализациялау. Pygame дисплей get surface, ағымдағы уақытта орнатылған дисплей бетінен сілтеме алу. Pygame дисплей toggle full screen, толық экранмен терезе дисплей арасындағы ауысу. Pygame дисплей set caption, терезе атауын тағайындау. Pygame дисплей get caption, ағымдағы терезенің тақырыбын қайтару. Pygame'де тек бір дисплей белсенді болуы мүмкін. Pygame дисплей set mode функциясын пайдаланып, жаңа элемент жасау арқылы алдыңғы экранды жабаламыз. Мысалы, ойынға арналған өлшемі 600x500 болатын screen терезесін құрамыз. Бұл өзіміз берген терезе атауы. Ол үшін біз төмендегі функцияны қолданамыз. Resolution аргументі: ені мен биіктігін білдіретін сандар жұбы. Flags аргументі: қосымша опциялар жиынтығы. Defs аргументі: түс үшін пайдаланылатын биттердің санын білдіреді. Шарт ретінде while циклі true мәнін қабылдайды. Біз одан шыққанша немесе оны басқа жолмен тоқтатқанға дейін үздіксіз қайталанатын болады. Фондық суреттің терезесін толығымен жабу үшін біз келесі әрекеттерді қолдана аламыз. Screen bleed, фон, яғни фонға қандайда нөлдің орнына цифрлар беру арқылы өзгерте аламыз. Соңында жаңа суретті алу үшін экранды жаңартамыз. Pygame дисплей update. Программа циклі үш негізгі бөлімнен тұрады. Бірінші, пайдаланушымен байланыс, пайдаланушының кіруін және оларға жауапты тұрақты тыңдау үшін пайдаланылады. Бұл пайдаланушы пернетақта немесе тінтуірді пайдаланған кезде болуы мүмкін. Екінші, ойын логикасын енгізу. Үшінші, көріністі және кейіпкерлерді қайта жасау арқылы экранды жаңарту. Біздің листингтен шығу кезінде белгілі бір өлшемнен және My First Game атымен терезе аламыз. Осы модульдің кейбір функцияларын қолдану үлгісін қарастырайық. Бірінші, Pygame функциясы Display Get Caption дисплей бетінің атауы мен белгішесінің атауын қайтарады. Олар жиі бірдей мәнге ие болады. Екіншіден, Display Get Surface функциясы ағымдағы көрсетілген дисплей бетіне сілтеме береді. Егер дисплей режимі орнатылмаған болса, нөл қайтарылады.